Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, нәзік, жасалу өте оңай әрі тез бір жасағаннан шығатын формасы кәдімгі асқабақ тәрізді самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Електен ұнымызды өткізіп, ыдысымызға саламыз. Үй температурасында сары майымызды қосамыз. Осылай қолымызбен мұжып, онымен араластырамыз. Және де бір жұмыртқа, бір қасық ас содасы, тұзымызды саламыз және бір қасық кішкентай қасықпен қамыр қопсытқышымызды саламыз. Бұл қамыр песочный қамыр болып шығады. Енді қамырымызды илейміз. Қолымызбен илеп, сүт қосып, жақсылап, қамыр жұмсақ болуы қажет. Басын біріктіріп, илеп аламыз. Сүттегі температурасында болуы қажет. Қамырдың басын біріктіріп, енді осылай қолымызбен жақсылап бастырып аламыз. Және де қамырымызды тұндырып қойып қоямыз. Пакетке салып. Енді ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Бізге қажет асқабақ. Асқабағымызды майдалап турап аламыз. Пиязымызды саламыз. Укроп, петрушкамызды қосамыз. Және де фаршымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Құрғақ сарымсақты саламыз. Әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Кішкене майсыз болса фарш, сұйық май құйып жіберу қажет. Осылай бәрін жақсылап араластырып, ішіне салатын начинканы дайындап қоямыз. Енді қамырымыз тұнып дайын болды. Алып бір бастырып жіберіп, дайын қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Және де самсамыздың әр формасын шығару үшін керек бөлшектерге бөлеміз. Әр бөлшегі 46 граммнан шықты. Осылай әрқайсысын дөңгелектеп дайындап аламыз. Ыдысымызға салып, кеуіп кетпес үшін бетін пакетпен жауып қоямыз. Енді біртіндеп алып, осылай ұнды көп сеппейміз. Барлығын оқтауменен дөңгелектеп жайып аламыз. Барлығын жайып дайындап аламыз. Жайып алған қамырымыз кеуіп кетпес үшін оны да пакетке салып қойып қоямыз. Мінеки енді біз самсамыздың формасын шығарамыз. Ішіне начинкасын салып, осылай шет-шетінен жабыстырып шығамыз қамырымызды. Бұл өте маңызды этап, сол себепті жақсылап қарап алыңыздар. Осылай бәрін жабыстырып, енді дөңгелетіп жабыстырып алғаннан кейін осылай аударып қолымызбенен дөңгелетіп аламыз.
Енді бізге қажеті жіп. Осылай жібімізді алып, қалыңдау жіп болса жақсы болады, қамырды қиып кетпейді. Енді осылай асқабақтың формасын шығарамыз. Кішкене тартыңқырап байлаймыз. Артық жіптерін қиып тастаймыз. Менікі осындай асқабақтың әдемі формасы шықты. Тағы бір рет көрсетейін. Ішіне начинкасын саламыз қамырымызды. Шет-шетінен айналдырып, жабыстырып шығамыз. Қолдарыңыз үйренсе тез жасалынады. Осылай дөңгелетіп айналдырып шығамыз, аударамыз қамырымызды және қолымызбен тегістеп дөңгелетеміз. Енді жіпті алып, жіппен асқабақтың формасын жасап шығарамыз. Артық жіптерді қиып тастаймыз. Түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетейін. Ішіне начинкасын саламыз. Шет-шеттерінен осылай жақсылап қамырымызды дөңгелетіп жабыстырып шығамыз. Онан кейін аударамыз. Қамырды осылай қолымызбен тағы дөңгелектейміз және жіппен байлаймыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Барлық қамырымызды алып осылай дайындап аламыз. Пергамент қағаз төселген ыдысымызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысы және сүтті араластырып осылай жағып шығамыз. Онан кейін қара күнжітті себеміз бетіне. Неке барлығын дайындап алдық. Самсамыз кәдімгі асқабақ тәрізді әдемі болып шықты. Осы рецептпен менде 23 штук самса шықты. Өте дастарханға әдемі көрінеді. Енді қызып тұрған пешке біз дайын болған самсамызды салып 150 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі. Дайын болғаннан кейін жібін алып қиып алып тастайсыздар. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.